Ұлттық банк жаңа теңге шығарды. Алдыңғы бетінде 28 панфиловшылар ескерткіші, онда ұлы Ресей шегінер жоқ, артымызда Мәскеу деген сөз тұр. Бұл сөзді Клочков ешқашан айтпаған, тарихшылар баяғыда дәлелдеген, яғни біздің теңгеге қазақ батырларының өз ерлігі емес, кеңестік үгіт ойлап тапқан жалған ұран түсіп отыр. Арғы бетінде Кеңес одағының ордені мен жұлдызы. Тәуелсіз ел болғанымызға 30 жылдан асса да, әлі күнге дейін сол кеңестің таңбасын алып жүрміз. Ол тарихтың бір бөлігі, бірақ теңгеде өз батырларымыздың бейнесі, өз ұранымыз, өз рәмізіміз болғаны дұрыс емес пе? Жаңа теңге шықты, ал ойлау баяғы қалпында. Сонда біз шын мәнінде тәуелсіз Қазақстанбыз ба, әлде Совет одағының көлеңкесінде қалған филиалымыз ба?